Сәлем қыздар, қалдарыңыз қалай? Бүгін шашты ұзын әрі әдемі етіп өсірудің жолдарымен сіздермен бөліскім келіп тұр. Мені қолдап арнама жазылып кеттіңіз. Ең бірінші әдіс, шаш 65% ақуыздан тұрғандықтан ақуызы көп тағамдарды жеу керек. Екінші, кокос майы. Бұл аптекада сатылады. Оны алып, шашымызға әбден массаж жасаймыз. Үшінші, шаштың ұшын қиып отыру керек. Кем дегенде әр 3 ай сайын шаштың ұшын қиып отырамыз. Және де төртінші, шашты күнделікті жуа бермейміз. Аптасына 2 рет жуу жеткілікті, себебі шампуньмен жуған кезде шашты құрғатып жібереміз. Бесінші, витаминдер қабылдау керек. Сіз ол үшін алдымен дәрігерге барып, анализ тапсырасыз. Сол анализдің қорытындысы бойынша сізге қандай витамин керектігін дәрігер тағайындап береді. Сол витаминді алып, тұтынып отырасыз. Және алтыншы, табиғи маскаларды қолдану. Қазіргі кезде көптеген шашқа арналған маскалар бар, бірақ та табиғи маскадан бастағаныңыз жөн болар. Атап айтатын болсам, пияздың суынан жасалған маска және де бал мен лимон қосылған маскалар шашқа өте пайдалы. Құрметті қыздар, сіздерге осы ақпараттар ұнаған болса, лайк басып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыз, және де өз ойыңызбен міндетті түрде бөлісуді ұмытпаңыз. Назарыңызға рахмет.